Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің өтіп жатқан бөліміміз 18 ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті. Сабақтың тақырыбы 18 ғасырдағы халық ауыз әдебиеті. Зерттеу сұрағы: 18 ғасырда ақын жыраулар шығармаларында тарихи оқиғалар қалай көрініс тапты? Сабақтың мақсаты: халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дереккөзі ретінде құндылығын бағалау, салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтау. Халық ауыз әдебиеті тарихи дереккөз болып табылады. Бүгінгі сабақта халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дереккөз ретіндегі құндылықтарын бағалайтын боламыз. 18 ғасырда қазақ әдебиеті тарихында халықтың ауыз әдебиеті, жыраулық дәстүрі, музыка өнерін дамытуда көрнекті ақындар мен жыраулар ерекше орын алды. Бұл ақын жыраулардың басты тақырыптары: біріншіден, қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы ерлік күресі; екінші, Ресей үкіметінің отаршылдық саясатына қарсы қазақ халқының ұлт азаттық күресін жырлау. Осындай атақты жыраулардың бірі Ақтамберді Сарыұлы. Ол 1675 жылы Қаратау өңірінде дүниеге келіп, 1768 жылы Шыңғыстау өңіріндегі Жүрекжота мекенінде дүниеден озған. Ақтамберді Сарыұлы ес білгеннен бастап 70 жыл бойы ат үстінен түспей, елі мен жерін жоңғарлар мен қалмақтардан қорғаған қас батыр, айтулы шешен, қабырғалы би, атақты жырау атанған. Ақтамберді өз шығармаларында халықты елдікке, қаһармандыққа, батылдыққа үндеген. Енді келесі Ақтамберді жырау Сарыұлының жырлары берілген. Осы QR тапсырмаларын сканерлеп тыңдап аламыз. Бірінші жырауы: күлдір-күлдір кісінетіп. Күлдір-күлдір кісінетіп, күреңді мінер мекенбіз. Күдерден бал тағып, ақ кіреуке кер мекенбіз. Жағасы алтын жеңжез, шығар торғай көз, сауыт киер мекенбіз. Қоңыраулы найза қолға алып, қоңыр салқын төске алып, қол төлгірер мекенбіз. Жалаулы найза жамға алып, жан қашар мекенбіз. Енді келесі жыры: жауға шаптым тубайлап. Жауға шаптым тубайлап, шепті бұздым айғайлап. Дұшпаннан көрген қорлықты, жалынды жүрек қан қайнап. Елді жұртты қорғайлап, өлімге жүрміз бас байлап. Сұрақ: Ақтамберді жырау өлеңінде қай жауды меңзеп тұр? Жауабымызды тексереміз. Жауабы: бұл өлеңінде жоңғарларға қарсы күресін айтып тұр. 18 ғасырда қазақтардың арасында ата даңқы кеңінен таралған Бұқар жырау болды. Бұқар жырау 1693 жылы Баянауыл өңіріндегі Далба тауының етегінде дүниеге келіп, 1787 жылы сол жерде дүниеден озған. Халық Бұқар жырауды Көмекей әулие деп атаған. Себебі сөйлеген кезде көмекей бүлкілдеп, көптеген терең ойлы, ғибрат аларлық өсиет өлеңдерін дүйдек жырмен сөйлеген. Сондай-ақ Абылай ханның данагөй билерінің бірі болды. Оның ең жақын көмекшісі, сенімді серігі болған. Балалар, мына сұраққа барлығымыз бірге ізденіп көрейік. Неліктен Абылай хан өзінің ішкі және сыртқы саясатында Бұқар жыраудың кеңесіне жүгінді? Бұл сұраққа жауап беру үшін
Кітаптарыңдағы 51-ші, 52-ші бетті оқимыз. Жауабымызды тексереміз. Неліктен Абылай хан өзінің ішкі және сыртқы саясатында Бұқар жыраудың кеңесіне жүгінді? Біріншіден, Абылай ханның дұрыс шешім қабылдауына қос бүйірдегі алып мемлекеттердің арасында оңтайлы саясат ұстануына ықпал еткен, саясатының ішіндегі қателеріне ашық сын айта білген, жақсы жақтарын мадақтаған. Бұқар жыраудың болашақты болжай алатын көріпкелдігі болған, түс жорыған, Абылай хан өз түсін жорытып отырған. Бұқар жыраудың жорыған түстері дәл келіп отырған. Балалар, суретте сіздер кімді көріп отырсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бұл Бұқар жырау. Енді жасанды интеллектінің көмегімен Бұқар жырауға тыңдап алайық. Хан Абылай атандың. Дүниеден шықпай ешмінің. Алтын тақтың үстінде. 300-дің басын құрадың. Жетім менен жесірге. Ешбір жаман қылмадың. Әділдікпен жүрдің сен. Әдепті іске кірдің сен. Жауыңа қарсы шапқанда. Жай отындай күркіреп. Қалың қолды бастың сен. Қазаққа қорған болдың сен. Бұқар жыраудың хан Абылайға айтқанын тыңдадыңыздар. Енді төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, өлең шумақтары қандай оқиғаны сипаттайды? Екінші, оқиғаның басты кейіпкері кім? Келесі сұрақ, осы өлең жолдары арқылы Абылай ханның қазақ қоғамындағы орнын анықтауға бола ма? Хан Абылай атандың. Жауабымызды тексерейік. Бірінші сұрақ, өлең шумақтары қандай оқиғаны сипаттайды? Қазақ хандығының тәуелсіздігін сақтау үшін қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы ерлік күрестерін сипаттайды. Оқиғаның басты кейіпкері кім? Абылай хан, қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі. Үшінші сұрақ, осы өлең жолдары арқылы Абылай ханның қазақ қоғамындағы орнын анықтауға бола ма? Қазақ хандығының тәуелсіздігін сақтау мен нығайтуда Абылай ханның прогрессшіл мемлекет қайраткері болғанын, оның әділ де әдепті істерін дәріптейді. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгін мен не білдім? Бүгін мен не үйрендім? Маған қиындық туғызды. Осы сұрақтарға жауап берейік. Егер бүгінгі сабақтың алған білімдеріңді қорытындылап болсаңыздар, үйге тапсырма. Тақырыпты мазмұндау. Екінші тапсырма. 18 ғасырдағы тарихи оқиғалар ақын жыраулар шығармаларында қалай көрініс тапты? Осы сұраққа жауап береміз. Келесі сабақта тақырыбымызды әрі қарай жалғайтын боламыз. Сау болыңыздар.